Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін Бурхевенде ойнап отырған оқырман достарымның барлығын бір үйге жинап алып, үлкен отбасы болмақшымыз. Біреуіміз әке, біреуіміз ата, әже, баласы, әпкесі, інісі, барлығымыз бір отбасының балалары болып, бір үлкен шаңырақтың астында өмір сүріп, күлкілі шағын история түсірейін деп жатырмыз. Мен осы отбасының әкесі боламын. Әркім өзінің рөлдерін таңдап алып жатыр. Ал историямызды бастайық ендеше. Достар, сендерге осындай шынайы, ешқандай сценарийсіз оқиға ұнайды ма? Ұнаса, каналға тіркеліп мені қолдап отырыңдар. Егер ұнайтын болса, алдағы уақытта барлығымыз тағы да осындай үлкен отбасын сомдайтын боламыз. Ал кеттік ендеше. Кім не істеп жатыр? Қай баламның аты қандай екен білмеймін, даже шатасуға болады мынаның ішінде. Кіші баласы деп жазып қойыпты. Айару үлкен қызы. Ой, молодцы. Ал балаларым, енді не істейміз? Немен айналысасыңдар? Барлықтарың сабақтан, садиктерінен келіп алыпсыңдар ғой. Қарындарың ашқан болар. Тамақ ішетін шығармыз онда. Мамасы, тамақ бермейсің ба? Тамақ ішейік біз. Барлығымыздың қарнымыз ашты уже. Жүріңдер балалар, тамақ ішейік. Қайда мамасы? Я, отағасы, келіңдер балалар, тамақ дайын болды. Барлығымыз тездетіп ішіп алайық, суп қалмасын. Бәсе, міне тамақта уақытымен бургер екен ғой бүгін. Жеп алыңдар тамақтарыңды. Қыздарым, кіші балама орындық керек еді, орындықта жоқ екен. Бургер мен колаларында жеп алыңдар. Ой, отыра ғой кіші балам, столға шығып кеткеніңіз. Ой, мамасына рахмет. Дәмді болыпты бургері, керемет. Әке, қандай тамаша дәмді, мама, рахмет. Ой, қандай дәмді. Дәмдісін ай. Ал балаларым, ас болсын, сендер үшін барлығын жасадым. Дәмді болса, шын жүректен қуаныштымын. Ал енді мен жұмысқа кеттім. Сендер үшін жұмыс жасап келемін. Жақсы, жұмысқа бара бер. Мен балаларды өзім садиктеріне, мектептеріне өзім апарамын. Жақсы, сау болыңдар. Әже. Әже қандай әдемі киініп алған. Саған күшті. Балалар, кеттік ендеше. Садикке, мектептеріңе апарып тастайын сендерді. Тамақтарын ішіп болдыңдар ма? Кеттік, тұрыңдар. Менің балаларым кішкентай жеңіл машинаға сыймайды ғой. Так что автобус жалдауым керек. Автобусым бар еді өзімнің жеке. Балаларым көп болса деп армандайтынмын, сол кезде алып қойғанмын. Әже, не үшін шығып алдың сыртқа? Ал, кеттік балалар, автобусға отырдық, әндетіп, барлықтарыңды апарып тастайын. Әжеге дейін отырып апты. Әже, не болды сізге? Қайда кеттіңіз? Немерелеріңізді өзіңізде шығарып салайын дедіңіз ба? Мен әженің орнында болсам үйде жатар едім ұйықтап. Мектепке де келдік балалар. Мектепке баратындар түсіп қалыңдар. Садикке баратындар. Ой, әже, құлап қалған не істеп жүрсіздер өзі? Кеттік, давайте осы жерден бөлінеміз. Садикке баратындар садиктен қалыңдар. Мектепке баратындар мектепке барасындар. Кіші ұлым қайда менің? Әже, кіші немереңіз қайда? Садикке қалдыру керек оны. Әне, кіші немереңіз де келді. Садикте қалады кешке дейін. Ал енді өзіміз қайда барамыз? Айтыңдар. Барлығымыз боспыз. Әже де келіп алыпты. Әже, айта беріңіз. Біз бүгін күнімізді қалай өткіземіз? Бір ыстықтап тұрмын, может, бассейнге шомылып алармыз, Давайте, кеттік, значит, то садиктің ішін базар қылдырып жібердік қой мына семьямызбен. Жүріңдер, кеттік, бассейнге түсеміз. Қыдырайық кішкене өзіміз балалар жоқ кезде. Күннің ыстығын-ай. Әже, бассейнге түсіп ба, не істейсіз? Қалмайды екенсіз, арттан базар жоқ. Шаршамайды екенсіз, современный әже. Су жып-жылы шығар, трамплиннен секірейік. Мен қайда лақты жіберді, трамплинде не орнатылған өзі? Ужас. Айбай, ауырып қалды денемнің барлығы. Нормально суға түсіп алайыншы.
Вау, күшті достар. Вау. Әжені қараңдар. Балдағын тастамай судың ішінде жүзіп жүр ғой. Шомылып алыңдар бір салқындап. Қазір продуктіге барамыз. Балалар мектепте, садикте кезде жұмыстарымызды жасап алайық, продуктіге барайық. Отбасымыз үлкен болғандықтан продукты көп керек. Ал, кеттік. Жүріңдер, артымнан еріңдер, қалып қоймаңдар, жарай ма? Әже, кеттік. Әже мықты, денсаулығы ұрып тұр. Магазин қай жақта еді өзі? Ане тұр. Бір көшені жаулап банда болып келе жатырмыз ғой. Кеттік, магазинге кіріңдер, барлықтарың. Ал енді үйге қажетті заттардың барлығын алуымыз керек осы жерден. Тоқа шуламай, магазинші ұрсып жүрмесін. Байқаңдар, жарай ма? Ой, балалар, шуламай деймін. Тыныш. Ақырын керек заттарды ғана аламыз. Сындырып алмаңдар, барлығын төлейтін шама жоқ. Ой, әже сізде қалмайды екенсіз. Ұлым деп. Керек нәрсеңізді алыңыз, кеттік, шығамыз, әже. Ой, әже. Үйге банан керек, фрукты керек, напиток, сусындар керек. Пицца алайық, пицца керек болады. Алыңдар. Тыныш, магазиннің ішін шулатпаңдар. Қазір біздің барлығымызды қуып шығады, тыныш жүріңдер. Отбасың үлкен болса, осы. Әйтеуір аман болыңдар, балаларым. Әже сізде особенно. Ұлым, балам деп. Болдыңдар ма? Алып барлықтарың кеттік, қайтайық онда. Апау, не болды? Қайтайық, жүріңіз, шығайық. Бір-екі алма салып алайын қазір. Болды сомен. Кетейік, жүріңдер. Барлықтарını коляскаға отырғызып алдым ғой. Ой, қанша болды есептеп жүріңіз, пожалуйста. Міне кейіңіз ала қойыңыз. Рахмет көп. Жүріңдер, енді болды, шығайық. Рахмет, сау болыңыздар. Мазаларыңызды алсақ кешіріңіздер. Ой, әйтеуір барлығын сүйреп тасып жүрем. Не істейміз, балаларым, қарындарың ашты ма? Обед уақыты болыпты ғой. Кеттік, тамақ ішіп алайық наяқтан. Бірақ ішіне кірген кезде ешкім тыныш шуламай отырайық, жарай ма? Ұлым, дружба қабылдаңызшы деген несі, әже. Адам қарны ашып тұрса, тамақ ішіп алайықшы, жүріңіздер. Аяру, кеттік, жүріңдер, кіріңдер ішіне қарай. Мамаларың кеште бірақ келеді. Қазір обедте бізге ешкім тамақ бермейді. Тамақ сатып алып іше салайық. Ой, рахмет, қыздарым, балаларым. Әже, отырыңыз. Ой, орын жетпей қалды ма сізге? Жарай, ештеңе етпейді. Тамақ ішіп алыңдар. Тыныш, балалар, тыныш. Тамақтарыңды сөйлемей, тыныш. Әңгіме айтып қана ішеміз, Әже, ас болсын сізге. Братишкасы, қайықта мініп алғасын, ағаң басына мініп алыпсың ғой. Тамақ ішіп болғаннан кейін қайда барайық? Қайда барғыларың келеді? Ау, қызым, киноға бармай қойықшы. Бүгін кеш болып кетті. Мына составымызбен киноға баратын болсақ, бізді точно қуып шығады кинодан. Пикникке кеш болып кетті. Басқа күні барамыз, қызым, бұл бір жақсы күн болды. Тыныш, балалар, тыныш. Ұрыспаңдар, тыныш отырыңдар. Ау, әже, не болды? Айта беріңіз, әже, тыңдап тұрмын сізді. Ой, әже, ұлым деп дружба қабылдаңызшы дегеніңіз қалай кетті? Кеттік, қайтайық одан да. Бәріміз бір үйде тұрып жатқан жоқпыз ба? Ал кеттік, балаларым, үйге барайық енді. Бүгінгі күн қандай ауыр болды, миым. Айналып кетті. Әжесі? Әжесінің әжесі ғой бұл кісі, короче. Жаңа бізбен жүрген ол кіші әжесі міне келді. Балалар, енді әркім өзінің жұмыстарымен айналсын, сабақ оқыңдар. Мен үстіге барып отырайыншы, демалайыншы осы. Шаршап кеттім, бүгін күн ауыр болды. Балалар, давайте барлығымыз ұйықтайық.
шаршаған шығарсыңдар. Мен точно шаршадым. Уже көзім ілініп бара жатыр. Пока, давайте, қайырлы түн барлықтарыңа. Сөйтім. Өй, мына балам не істеп жатыр мына жақта? Ой, ұйықтайықшы көкелерім, айналайын көкелерім, ұйықтайықшы, пожалуйста. Ұйқы беріңдерші. Мамасы не болып жатыр мына үйде? Қанша бала болып кетті? Я, отағасы жатып демала беріңіз. Балалы үй базар. Бәрі шулап ойнап жүр енді. Маза бермей. Әкелеріңе тыныштық беріңдер, болды. Барлығымыз ұйықтаймыз. Әже, сізге не жоқ? Барсаңызшы бөлмеге, жатсаңызшы, ұйықтасаңызшы енді. Әже, жүріңіз енді. Төбемде тұрып Ұлыңыз алған демалсын. Уф, Алла, сабыр бере көр. Әже, барсаңыз, төсекке жатып алғаныңыз қалай кетті, әже? Барлықтарың мен осы төсекке ұйықтайын деп жатсыңдар маған. Бөлме жетпей жатыр ма не сендерге? Шынымен де балалы үй базар деген осы ғой. Күнде де тыныштық жоқ, түнде де тыныштық жоқ. Әжеге не жоқ десеш? Ойбай, сабыр бере көр. Әже шек картопты жарып жатыр бар ғой. Не істейміз, барлығымыз осы жерде жатамыз ба? Жатындар ал, жақсы. Сыйғанша жатындар, бір-бірімізге мінгесіп ұйықтайық. Ойбай. Кім бар тағы, шақырыңдар, көші қолан бәрін шақырсаңдаршы. Бір бөлмеге ұйықтайық. Басым ауырып кетті, ойбай. Бөлмеде орын жоқ па? Топ тұр ғой міне орын. Жатсаңдаршы, балаларым ау. Жатсаңдаршы бөлмелеріңе. Не істеп жүрсіңдер? Ой, әжеден ақылды ешкім жоқ осы. Өз-өзімен қараңдаршы, қандай әже. Бір әженің қасында 4-5 секунд қалсаңдаршы енді. Әже молодец, не болса да әйтеуір. Күшті, дем алып жатыр. Ал, ұйқы бермедіңдер, ал не істейміз түнімен айтыңдаршы, елдер ұйықтап жатыр, ал біз не істейміз? Не ойнаймыз? Әй, балаларым, жатсаңдаршы енді, әкелеріңе тыныштық берсеңдерші. Маза бермейді екенсіңдер өздеріңді. Тыныштық жоқ бұл үйде маған. Не деген мазасыз балаларсыңдар өздері, а? Жарайды, мамасы, қайтеміз енді, шыдаймыз, өзіміздің балаларымыз ғой, барлығы да. Ай, не істейміз айтыңдар балалар. Ақыр ұйықтамайды екенсіңдер, давайте барлығымыз секірейік онда бассейнге. Саған мен бастадым, ал, әжеңде қоймайды, кеттік ал. Түсіңдер, бір сергіп ойнайық бассейннің ішінде. Ой, қандай күшті. Отбасымызбен балық семьямыз ғой. Бағанада түсіп едік бассейнге, түнімен де түсіп жатырмыз. Көршілерден ұят болды әбден. Шу етіп. Болды, енді жетер бүгінге осы бассейнге түскеніміз. Жиналыңдар. Қайдасыңдар, шығыңдар судан. Давайте, таң атты уже біз бассейнге түсем дегенше. Завтрак ішек. Мамасы қайда екен? Мамасы завтрак беш, бізге қарнымыз аш, уже бассейнге түсеміз деп. Түнде ұйқыдан да айырылдық уже. Келіңдер, барлықтарың отыра қалыңдар. Қарындарың ашқан шығар, мамасы тамақ бер бізге. Мама, кім кетмесі? Мамасы тамақ берші, мен қызым қарны аш қалыпты. Ой. Я, міне таңғы астайын қазір ішіп аласыңдар. Қарындарың ашып қалды ма? Қаны астыр, мама. Айтса маған. Қарындар ашты мен қыздарымның. Мен ашты жіне келем қазір саған. Иә, жүйе қойыңдар, қарындар ашты өздерінің қарны. Менің мысықты сандым. Иә, мысығына да тамақ беріңдер ананың. Сол жетіспей тұрып ет бізге. Үлгеремен жатырым. Папау. Қазір қызым тұра тұр қызым, 1 минут, е? Достар, осындай отбасың болғанына не жетсін, е? Мен де сүйін сағаным қызым, қазір осындай үлкен отбасың бар болғанына қандай күшті. Давайте барлығымыз далаға. Пасакаға баламыз. Жоқ, фотоға түсіреміз, барлығымыз фотоға түсеміз, е? Отбасымызбен фотоға түсіп алайық. Естелік болсын, е? Менің достарым, оқырмандарым, сендерге көп рахмет.